Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Жарылыстан бейне түсіру әрдайым жақсы. Және мына материалдың көмегімен жарылысты жасаудың бұдан оңай жолы жоқ шығар. Біз 3 йод нитриді деп аталатын жанаспалы жарылғыш затпен жұмыс істейміз. Бұл өте тұрақсыз зат. Қолың абайсызда тиіп кетсе болғаны жарылады. Балғамен ұрған кезде жарылатын контактілі жарылғыш заттың басқа түрі саналатын нитроглицерин туралы естіген боларсыз. Бірақ бұл материал жеке тақырып. Нитроглицеринге маса қонса да жарылады. Аталмыш құрамның тұрақсыздығы оның құрылымына байланысты. Бұл 3 йод нитриді. Сондықтан бізде азот атомы бар. Бұл 3 валентті атом. Яғни ол басқа атомдармен 3 байланыс жасауды жақсы көреді деген сөз. Сондықтан оны йодпен қосқан кезде ол 3 йод молекуласымен байланыс жасайды. Және олардың барлығы азот атомының бір жағында болады. Өйткені азот электрондары солай орналасқан. Және бұл жерде кішкене проблема бар. Яғни йодтың барлық атомдары сыймайды. Өйткені олар азот атомынан әлде қайда үлкен. Сондықтан олар қысылып бір-бірін итереді. Және бұл байланыстың созылуы немесе стерикалық кернеу деп аталатын ұғымды қалыптастырады. Айта кетейік, оның компоненттерін ескере отырып, сіз күткеннен гөрі тұтас молекуланы тұрақсыз етеді. Химиктер бұл молекуланың ыдырауына энергия азырақ жұмсалады деп айтады. Ал қарапайым адам ол жай ғана бөлшектенуі керек деп есептейді. Бұл реакцияға тән өнімдердің бірі күлгін газ тәрізді йодтың керемет шлейфі. Ал егер қыздырғышқа қатты йодтың кішкене бөлігін салсам, оны қайтадан көре аласыз. 3 йод молекулалары ыдырап, басқа молекулаларға бірігуі салдарынан йод газ тәрізді азотпен бірге қалыптасады. Бұл рекомбинация басқа да 3 йод молекулаларында осы үдерісті іске қосып, заттың қалған бөлігі арқылы өтетін тізбекті реакцияны қалыптастырып, барлық молекулаларды ыдыратып, және бірнеше секунд ішінде энергияның үлкен мөлшерін бөліп, энергияны босатады. Енді біз осының барлығы қандай жылдамдықпен жүретінін көру үшін жоғары жылдамдықты камераның көмегімен сол реакцияны бейнеге түсірдік. Мұнда секундына 37 мың кадр және секундына ірі 59 мың кадр. Тіпті осы ең жоғары кадрлық жиілікте біз реакцияның бірнеше кадр ішінде орындалатынын көреміз. Осылай, шапшаң орын алу үшін реакцияның соққы толқыны секундына бірнеше километр жылдамдықпен жүруі керек. Бұл шамамен сағатына 11 мың шақырымға тең. Біздің де күткеніміз осы еді. Себебі бұл кернеудің таралуы. Басқаша айтқанда, бұл дыбыс толқынының қозғалысы. Дыбыс толқындары реакция тарататындықтан, ол дыбыс жылдамдығымен өтеді деп ойлаймыз. Ауадағы дыбыс жылдамдығымен емес, әлде қайда жоғары 3 йод нитридінің қатты кристалдарындағы дыбыс жылдамдығымен. Қатты денелердегі дыбыстың жылдамдығы сағатына бірнеше мың мильді құрайды. Ақырында біз баяу қозғалыс бейнесін артқа қарай айналдырған кезде, біз тағы бір нәрсені көрдік. Егер сіз мұқият қарап шықсаңыз, онда бір немесе 2 кадрда ғана 3 йодтың жарылған кезде өртенгенін көре аласыз. Сіз бұған 2 бейнеде де куә боласыз. Қазір мен мұның себебін түсіндіре алмаймын. Кәдімгі камерамен немесе құралсыз көзбен көру мүмкін емес. Мен бұл шағын кеңістікте және қысқа уақыт ішінде осындай үлкен көлемдегі энергияны босатып шығаратын жылудың нәтижесі болуы мүмкін деп ойлаймын. Содан кейін қалыптасқан газдар ұлғаюы барысында бұл жылу тез арада тарайды. Бірақ себебі бұл болмауы да мүмкін. Балама түсініктеме немесе мұны қалай дәлелдей алатынымыз туралы кейбір ұсыныстарыңыз бар болса, пікіріңізді қалдырыңыз. Ал бізде бары осы. Және мен сізді 3 йодтың жарылуы түсірілімінің үздік сәттерін тамашалауға шақырамын.
Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.